Құрметті достар, біздің каналға қош келдіңіздер. Қоңырауға қол қойып, өткізбеу үшін қоңырауды басыңыз. Менің қолымнан келеді. Бодо Шефер, дағдарыс. Карл Маркке берген уәдесін орындады, соңғы айларда жетістік. Тер күнделігіне жазған жазбаларын мұқият оқып шықты, олардың ішінен маңызды деген 10 жетістігін іріктеп алды. Шынында да оның көңіл күйі көтеріліп, өзіне сенімі арта түсті. Әйтсе де, оны әлі қорқыныш сезімі билеп тұр еді. Ол тұйыққа тірелді, оған не керемет актер болу, не көптің бірі болып қалу деген екі шешімнің бірін таңдау керек болатын. Қобал жолы күйде Карл ұйқыға жатты. Егде әйел оқта-текте оның түсіне енетіне. Ол түсі үнемі қайталана беретін. Түсінде қошқыл түсті және ақшыл түсті екі ағашты көретін. Өкінішке орай, ақшыл түсті ағашқа ол жете алмайтын, ал қошқыл түсті ағаштан үнемі жойқын қауіп төніп тұратын. Осындай түстерден кейін өзінің күлгін күнделігінен өзіне көмектесетін жазбалар табатын. Әсіресе қорқыныш туралы ойлар оған ерекше әсер еткен еді. Ол жазбаға Карл қайта-қайта орала беретін. Егер сен қорқатын болсаң, онда сенің өміріңді басқа адамдар бақылайды деген сөз. Қорқыныштан қашатын болсаң, ол ұлғая береді, ал сен кішірейе бересің. Қорқыныш ақталу жолы емес, жол көрсетуші қызметін атқаруы керек. Карлдың ойына Марктың қорқынышты өз пайдаңа жаратуға болады деген сөздері түсті. Алайда ол қолынан келетініне сенімді емес еді. Ол қандай да бір маңызды жауаптың, оның ішінде түсімен байланысты жауаптың жетпей тұрғанын сезді. Осыны ойлап жатып, ұйықтап кетті. Сол түні ол барынша анық түс көрді. Ата-анасы оны қошқыл түсті ағашқа қарай жұмсап жатыр екен. Бұл жолы ағаш қап-қара болып көрінді. Карл оған шыққысы келмесе де, тырбаңдап шығуға тырысып жатты. Ақыры құлап түсті. Карл ағашқа алғаш рет мұқият зер салып қарады. Оның діңгегінен әкесінің бейнесін көргендей болды. Басында бейне солғын болғанымен, кейінірек қошқыл ағаштың өз әкесі екені анық көрінді. Карл қашып кеткісі келді. Алайда тізесі ауырғандықтан ол орнынан тұра алмады. Сонымен қатар ол қорқыныштан қозғала алмай қалғандай еді. Карл әкесінің бейнесіндегі қошқыл түсті ағаштан көзін ала алмай қарап тұрды. Сәл жоғарырақ Доггидің бейнесін көрді. Бір кезде әкесінің бейнесі өзгере бастады да басқа адамға айналып бара жатты. Ол анығырақ бола бастағанда бұл бейнеден Карл өзін таныды. Шындығына келгенде қошқыл түсті ағаш Карлдың өзі екен. Сұмдық қорқыныштан жүрегі айнып кетті. Осы кезде ол ақшыл түсті ағаштың түбінде өзін күтіп тұрған Аннаны көрді. Оған барғысы келгенімен бір нәрсе жібермей тұр. Оны шақырайын десе дауысы жоқ. Осы кезде ашық қызыл свитер киген ақ шашты әйел қасына келіп, оның қолынан ұстады. Тізесі ауырып тұрғанымен әрең жүріп келеді. Ақырын болса да сөйлеуге шамасы келетін сияқты. Кемпір оны жетектеп Аннаға қарай әкелді. Аннаның қасына келгенде, ол ақшыл түсті ағашты нұсқады. Карл ағашқа таңқала қарап тұрды. Ақшыл ағашта өзгере бақстады да, оның діңгегінен әлсіз бейнелер көріне бастады. Бір ғана емес, бірнеше адамның бейнесі. Бірінші ол Аннаны көрді, сосын Дон Хосені, Маркты, Михаэлді көрді, соңында Антон мен Густавоны да байқады. Барлығы бұған күліп қарап тұр екен. Дегенмен ағаш өзгеруін тоқтатпады. Бейнелер жоғалып, артынша жаңа бейне пайда болып жатты. Бұл өзінің бейнесі. Сөйтсе, ақшыл түсті ағашта бұның өзі екен. Карл оянса, қара терге түсіп жатыр екен. Түсі анық есінде қалыпты. Ол мұның қорқынышты түс емес, өзіне жолданған жолдау екенін түсінді. Маған бір маңызды нәрсе айтқысы келіп тұр. Бірақ ол не болғаны деп ойлады. Ол телефонына қарады. Бұл жолы Марк Стив Джобстың сөздерін жіберіпті. Бір ұлы істеу керек болса жақсы көр. Жұмысыңды мен актерлік жұмысты жақсы көремін. Алайда қазіргі жағдайда ол менің қолымнан келер ме екен, білмеймін деп ойлады Карл. Ол бәрі бұдан оңайлау болады деп ойлаған. Бұл күні ол өзінің әдетке айналған дәстүрлі жаттығуларын өзін күштеп отырып жасады. Айнамен жасаған жаттығуы сенімсіздеу шықты, ал 5 жетістігін әрең іздеп тапты. Ең болмағанда денесін ширақ ұстау үшін ол жүгіруге шықты. Алайда саябақтағы тас баспалдақтан жүгіріп өтем дегенде, су жапырақты басқан аяғы тайып кетіп, бір-екі баспалдақ төмен сырғанай құлап түсті.
Тұруға әрекет жасағанда оң жақ аяғының тізесі солқылдап, қатты ауырып кетті де, ол аяғын әзер басты. Оның инвесторлардың алдында ойнайтын бір эпизодта жүгіретіні есіне түсіп кетті. Ал көрсетілім 10 күннен кейін жетпегені осы еді. Батылдықтың соңғы қалдығы оның бойынан ұшып бара жатқанын сезді. Құдайға шүкір, әйтеуір телефонын алуды ұмытпапты. Карл такси шақырды да дәрігерге барды. Қабылдау бөлмесінде адам көп екен. Оның кезегі келгенде тізесі ісіп, қатты ауырып тұрған еді. Бақытына орай, сынбаған екен, дегенмен сіңірлері қатты созылса керек. Дәрігер кем дегенде бір апта жүре алмайтынын айтты. Медбике оған тізесіне салмақ түсірмес үшін балдақ берді. Балдақпен жүгіру бұдан кереметті ойлап таба алмассың. Инвесторлар алдындағы көрсетілімді естен шығарса да болады, енді деп ойлады Карл. Ол Маркке телефон соқты да жайсыз жаңалықты жеткізді. Ол бірден таксиге мінді, бірден менің жұмысыма кел, сөйлесу керек. Бұл өте шұғыл. Мен кездесулерімді кейінге қалдырамын деді. Карл Маркке көңіл күйсіз келді. Не айтуға болады? Бар мүмкіндіктен айырылғалы тұр. Марк бірден іске көшті. Сен жаттығудың табыс кепілі екеніне сенесің бе? Әрине, сен әдетте жай бүлкілдеп қана жүгіресің ғой. Осы жылдамдықпен қанша жүгіресің? Бір қалыпты қарқынмен 40 минут. Бұл саған өте жайлы, әрине, сен мүмкіндігіңді барынша пайдаланбайсың. Мен бұны дұрыс емес дегім келіп тұрған жоқ. Сен денсаулығыңды нығайту үшін жасап жүрсің, іштей ширыққаныңды басады және денеңді де ширақ ұстауға көмектеседі. Алайда осылай жүгіру арқылы рекорд жасай аласың ба? Әлемдік санаттағы спортшы бола аласың ба? Бола алмайтын шығармын. Карл Марктың не айтқысы келіп отырғанын түсініп келе жатқан сияқты. Енді өзіңе ұнамайтын бір іспен айналысып жатырмын деп ойла. Сен шаршағаныңа, қызықпайтыныңа, қолыңды бір сілтегің келгеніне қарамастан, өзіңді барынша күштеп, соны жасауға тырысасың. Осындай жағдайда сен ары қарай әрекет етсең, онда бұл іс саған қызықты деген сөз. Сен оны ұнағаннан емес, оны жақсы көргеннен жалғастырасың. Бұл менің өмірім. Бұл менің қызығушылығым. Мүмкін қазір бұны түсініп тұрған жоқ шығармын, бірақ мен бұл істі жақсы көрем және кедергіден шығар жолды табамын. Менің қолымнан келет дегенді түсінесің. Алайда тізем расында жараланған ғой. Мен оны ойдан шығарған жоқпын. Және ол қатты ауырып тұр. Мен қолайлы жағдайда келісуге қорқып отыр едім. Енді тіпті не боларын білмеймін. Мен бәрі оңай болар деп ойлағанмын деп қарсыласты Карл. Ол істер оңай жасалмайды. Қиындықты жеңу үшін өз ісіңді жақсы көруің керек деді Марк сабырлы қалпында. Мен сенің не айтқың келіп отырғанын түсініп отырмын, алайда бұл өте қиын. Мен қай жағынан шығарымды да білмей отырмын. Ол солай болуы керек. Марктың жүзінен батылдықты байқауға болар еді. Егер бұл жеңіл болса, оны кез келген істей алар еді. Шыңға шығу үшін қиындықтардан өтуге тура келеді. Махатма Ганди, бейнет көрген адам ғана бақытты шын сезіне алады деген екен. Карл біраз ойланып қалды. Ол жетістікке осылай жету керек екеніне сенімді емес еді. Ол, әрбір адам жоғары жетістіктер туралы ойлауы керек пе сонда? Мен Ганди емеспін ғой. Сен сонда дүкендегі кассир де өз мамандығында ең жақсы болуды ойлайды деп ойлайсың ба? Деп сұрады. Әрине, тап солай. Жақсы кассирдің қалай жұмыс істейтінін бақылап көрші. Тағы бір маңызды нәрсе бар. Біреудің, әсіресе танымайтын адамның артына тығылғанды қою керек. Дұрыс, сен Ганди емесің. Сен Карлсың, актерсің, олай болса, сәйкесінше әрекеттен. Тек күн шығып тұрғанда ғана емес, қолайсыз ауа райында да. Марк нақты түсіндіретін еді. Ол кейде қаталдау естілетін. Өзіңе сұрақ қой. Саған бұл маңызды ма, және оны басқа тағы кім істей алады? Жоқ, бұл маған маңызды. Бұл қолымнан келе ме? Дәл солай деді Марк, қолыңнан келе ме? Мен қазір барша адаммен емес, сенімен ғана сөйлесіп отырмын. Егер мен бір іске кіріссем, басқа адамның оны жасай алатындығы маған қызықты емес. Бастысы, ол менің қолымнан келе ме және оны жүзеге асыра аламын ба, сол маңызды. Қазір әңгіме сен туралы және сенің қолыңнан келетіндігі туралы болып отыр. Менің қазіргі айтқандарым баршаға емес, тек өзгергісі келгендерге арналады. Талап етіліп отырған бағаны төлей алатындарға арналады. Бұл кез келгеннің қолынан келе бермейді. Марктың Карлға батылдық ұялатам деп айтқан сөздері өтпеген сияқты.
Карл одан сайын тұнжырап кетті. Мен жоғары жетістіктерге арналмаған адаммын. Менің мінезім тым жұмсақ. Менің үнемі жолым болмайды. Үмітіңді ақтамағаным өкінішті, деді ол. Жетер. Өзіңді, деп айқайлап жіберді Марк, жерге тыға берме. Өзіңе осылай деу арқылы өзіңді өзің төмен түсіресің. Сенің әлемің бір уыс болып қалады. Өз өміріңнің билігін біреудің қолына бере саласың. Есімде, сен мен қарапайым адаммын деген ең үлкен өтірік дегенсің. Алайда мен осыдан арыла алмай келемін. Әкем мені үнемі былжырақсың дейтін. Бірнеше күн бұрын ол осы ойын қайталады деп міңгірледі. Карл, сен неге біреудің сөздерін қайталайсың? Ол адамдар саған жақсылық ойлайтын адамдар емес. Оның немен аяқталатынын білемісің? Сен туралы жаман пікірлер шындыққа айналады, ал адамдар саған аянышпен қарайтын болады. Алайда мен шын мәнінде қолымнан келетініне сенімді емеспін. Не істеп, не қоятының туралы үкім шығарма. Бұл бағаның бәрі сенің өткенің. Ол кезде сенің өзіндік санаң мүлде басқа болатын. Мүмкін бүгінгі дейін сенің қолыңнан келмеген шығар. Алайда тап қазіргі сәттен бастап өзің шешім қабылдасаң, ол қолыңнан келеді. Сенің өзіндік санаң өзгерді. Алайда тізем әлі ауырып тұр ғой. Оған күмәнім жоқ. Бұның эмоционалдық тұрғыда нені білдіретінін, сенің өзіндік санаңа қалай әсер ететінін, және одан қандай қорытынды шығаруға болатынын тек өзің ғана шеше аласың. Сен өміріңнің мәні болып саналатын үлкен мүмкіндіктен тек тізең ауырып тұрғандықтан ғана бас тарта алмайсың ғой. Бұл сөздер Карлға әсер етті де, ол мен беріспеймін деп шешті. Бұдан жаман нәрсе болуы мүмкін емес деген Карлдың ойы ақталмады. Үйде оны одан да сорақысы күтіп тұр еді. Әкесі онымен барлық байланысты үзетінін, енді оның ұлы жоқ екенін, оны барлық мұрадан алып тастайтынын айтып хат жіберіпті. Кешке ол хатты Аннаға көрсетті. Ол, ең болмағанда енді ол саған кедергі болмайды. Бұл тіпті жақсы. Ол сенің энергияңды ұрлап жатқан еді. Мүмкін сенікі дұрыс шығар. Дегенмен мен бір түрлі сезімде тұрмын. Неге ол сондай адам? Деді Карл. Бұл маған тотықұс оқиғасын есіме түсіріп тұр, деді Анна. Тотықұс жалғыздан жалғыз торда отырғанда көз айнаға түсіп кетіпті. Айнадағы бейнеден қауіптенген ол оны қуып жіберу үшін оған тарпа бас салады. Айнаның ар жағындағы бейне де ызалы болса керек. Тотықұс айнадағы бейнеге шабуылдаған сайын ар жағындағы бейне де агрессивті болып көрінеді оған. Осылайша ол өзімен өзі күресіп жатқанын білмей шайқаса береді. Сонан кейін Анна, менің ойымша бұл сен үшін жақсы мысал. Ол саған жақсылық ойлап тұрған жоқ. Оны босат деп қайталады. Оның дұрыс айтып тұрғанын сезінгенімен Карл одан жеңілдеген жоқ. Келесі күндері Карл басқа актерлердің қолдауына сүйенді. Ол тізесінің ауырғанына қарамастан репетиция жасады. Ал жүгіретін эпизодқа келгенде ол бірдеме ойлап табармын деп үміттенді. Догги бар мүмкіндігін пайдаланып, мұның артынан өсек таратуды тоқтатқан жоқ. Бұл кішкентай сақалды пәленің ойлау қабілетіне таң қалмау мүмкін емес еді. Жаттығулардың бірінде ол сүрініп қалғандай болып Карлдан ұстай алды да бетіне түшкіріп жіберді және менмендікпен, ой, кешір. Маған қатты суық тиіп қалды. Саған жұқпайтын шығар, қазір грипптің зиянды түрі жүрсе керек, деді. Және кетіп бара жатып, ызалы дауыспен, тап солай болғалы тұр. Сенде де бар бұл вирус. Мен ол вирустың сенің барлық денеңді жайлап бара жатқанын көріп тұрмын. Бірір, деді. 3 күннен кейін Карл өзін жайсыз сезініп, денесін әлсіздік басып тұрғанын сезінді. Догги шынымен де оған жұқтырған сияқты. Масқарасы да сол, оның дауысы шықпай, қырылдап қалды. Карл қолдан келгеннің бәрін жасады. Тұмау мен буындағы аурулары кеткенмен тамағы ашылар емес. Іштей Карл жеңіліске дайын болды. Дауыссыз көрсетілім болмайтын еді. Ол не істерін білмей дал болды. Достарының көмегімен енді аяғына тұрғанда тағы бір пәлеге ұрынды. Марк өзінің фониатр дәрігері Свияға баруға кеңес берді. Онымен кездесуді келісіп қоятынын айтты. Өйткені Свияға 1 апта бұрын жазылу керек екен. Свия Карлға бірден ұнады. Ол оған сыбырлап отырып, өзінің басты роль ойнағысы келетіні туралы, оны мұрагерліктен айырған әкесі туралы, оған ауру жіберген Догги туралы айтып берді. Сөздің құдіреті шексіз деп жымиды. Свия, сенің жауың Догги, немесе әкең емес, сен өзің. Саған біреудің айтқан сөзінің маңызы жоқ.
Одан кейін өзіңе не айтасың, осы маңызды. Ойпырмай, мен сонда вирусты өзіме өзім жұқтырдым ба деп қарсыласты Карл. Біз өзімізге ауруды сөзбен жұқтырамыз. Ментальдық вирустармен. Свияны шатастыру мүмкін емес еді. Сен Марктың егізі болар едің деп сыбырлады Карл. Енді не істеймін? Мұндай дауыспен мен ойнай алмаймын. Небары 2 күн ғана уақыт қалды. Мұндай жағдайды мен жиі ұшырастырамын. Маңызды жағдайдың алдында дауыс жоғалтатын адамдар бар, сен жалғыз емессің. Сен мұндай жағдайға тап болған көптеген атақты адамдардың барын білсең ғой. Мен олардың бәріне көмектестім. Қарсыласпайтын болсаң, саған да көмектесемін. Менің дауысым мүлде шықпайды, дауыс көңіл күймен тығыз байланысты. Дауыстан эмоционалдық күйді анықтайтынымыз бекер емес қой. Егер эмоцияңды өзгертсең, дауысың да орнына келеді. Яғни тағы өзіндік санама? Деді Карл. Барлығы соған байланысты ма? Дауыс соған байланысты. Карлға мұқият қарап тұрып, ол деп растады Свия. Мен тағы бір маңызды кеңес берсем бола ма? Деді. Карл басын изеді. Жақсы. Есіңде ұста, не болса да қайырмен болады. Карлға бұл күтпеген жағдай еді. Ол күмәнмен тіземнің ауырғаны, даусымды жоғалтқаным, бұл қайырлы ма? Мен кейбір эпизодтарда бар даусыммен ақыруым керек, мен болсам сыбырлап отырмын. Қайырлы ештеме көріп тұрған жоқпын. Бір көргенге солай әрине. Бірақ не болса да қайырмен болатынын анық білемін. Тіпті біз оны бірден түсінбесек те. Ал әлгі эпизодтарға келер болсақ, менде бір идея бар. Мәселе дауыстың қаттылығында емес, әрекеттің белсенділігінде болып тұрған жоқ па? Егер осы эпизодта сыбырлап сөйлесең қалай болады? Бұл тиімдірек болып шығатын сияқты. Егер бәрін дұрыс жасасаң, сен тіпті күшті әсер қалдырасың. Ақыру бәрінің қолынан келеді, ал соны сыбырлап жеткізу. Карл ойланып қалды. Ол ойша көріністі шолып өтті, сөйтуге де болатын сияқты. Свия оны жігерлендіргісі келіп, басқа жағдайда қалыпты даусыңмен айтасың, оны 1-2 күнде түзетуге тырысамыз. Айқайлаудың қажеті шамалы, көрермендердің көзін басқаша да жеткізуге болады. Бірге жаттығамыз оған. Олар жаттығуды бастап кетті. Карл бірден жақсы нәтиже байқады. Свия оған тонусты көтеретін және кеңірдекті босаңсытатын бірнеше жаттығу үйретті. Сонымен қатар практикалық кеңестер берді. Карлдың көңіл күйі құбылмалы еді. Свиядан шыққанда өзін жақсы сезінді, алайда кешке қарай көңілі қайта қобалжыған. Әкесі, инвесторлар алдында ойнау, Догги, тізесі, енді міне, дауысы жоғалды. Осының бәрін ол көтере алмайтындай көрді. Бүкіл әлем өзіне қарсы тұрғандай. Жазмыш шығар. Маңдайыма жазылмаған шығар деген ой оның ойынан шықпады. Жұлдыз болам дегенді қайдан шығарды десейші. Бойын қорқыныш билеген қарапайым адам емес пе? Үлкен қорқынышы бар. Кешке қарай оған Анна келді, алайда тұңғиыққа батқан ол Аннаға назар аудармады. Күмәні қалыңдап, көңіл күйі тіпті түсіп кетті. Ол Марк пен Михаилге берген әртіс болам деген уәдесін бұзуға дайын екенін сезді. Ол өзіне, мен бас тартып тұрған жоқпын, тек мен қолымнан келмейтін іске ұмтылып жатырмын. Олар менің бойымда жоқ нәрсені көріп отыр. Мен өзімді жақсы білем ғой. Мен актер емеспін, бұл менің қолымнан келмейді деді. Енді Карл бәріне күмәнданды. Бір кезде ол Маркке де күмәндана бастағанын сезді. Мүмкін бұл ми өзін гурумын деп жариялап алған біреу шығар. Басымды қатырып жүрген болар. Ал Михаил ше? Өлім аузында жатқан балалар өздерін бұлай ұстамаса керек. Өз оймен өзі болып отырып, Аннаның бұны бақылап отырғанын да сезбепті. Кенет ол, біздің де қарым-қатынасымыз бір түрлі. Менің қай жеріме ғашық болдың? Мен туралы ойларыңды растау үшін ғана менің жетістікке жеткенімді қалайсың ба? Әйтпеген күнде мен саған лайық емеспін ғой. Сен мен оның осындай болатынын білгенмін деп айтуың үшін атақты әртіс болуың керек пе? Бұл сөздер Аннаның көңіліне қатты тиді. Оның көздері жасқа толып кетті. Аннаның мұндай күйін Карл бұрын көрмеген еді. Ойын жинақтау үшін оған біраз уақыт қажет болды. Сенің сөздерің менің жанымды ауыртып тұр. Сен проблемаңды мен арқылы үлкейтіп көрсеткін келіп тұрғанын түсініп отырмын. Мені ренжіткін келмегенін де біліп отырмын. Өйткені мен саған тек жақсылық тілеймін. Және мен сені шын мәнінде жақсы көремін. Сондықтан мені итермегенің дұрыс деді Анна. Карл үндемеді. Аннаның дауысы миында жаңғырып естіліп тұрды.
Ол жай сөйлегенімен әрбір сөзі зілді еді. Карл айтылған сөздерді ой елегінен өткізуі керек болды. Ол жай ғана: «Анна, сен дұрыс айтасың. Мен сені ренжіткім келген жоқ. Мен ақымақпын, сенің бұған қатысың жоқ. Мен өзімдегі проблеманы шешіп алуым қажет. Маған ойлану керек сияқты. Таза ауаға барып серуендеп қайтайын» деді. «Бәрі жақсы» деді Анна. Карл түнгі көшемен келе жатты. Ол «бәрі жақсы» деді ме? Тап осылай деді ме? Қалай жақсы көретінімді білсе ғой. Ол Аннаға деген махаббатын ойлады. Бұл ештемемен салыстыруға келмейтін сезім еді. Ол жан-жағы жарқырап кеткендей сезінді. Оның мейірім мен жылылыққа толы дауысын естіді. Қорқыныш сейіле бастады. Онымен бірге торыққан көңіл де жоқ болғандай. Бәрі жақсы болатынын енді оның өзі де сезіп келе жатқан еді. Кенет оның ойлары айқындала бастады. Шынында да бәрі жақсы емес пе? Бұлай қарағанда ешқандай проблема болған да жоқ. Кейбір жағдайларға жағымсыз бояу жағып проблема қылып қойған өзі ғой. Барлығының басын ашып алу керек, сонда бәрі жақсы болады. Егер салмақтап қарайтын болса, оған өміріндегі ең үлкен мүмкіндік беріліп тұр. Иә, оның тізесі жаралы, дауысы әлі әлсіз. Бірақ бәрін шешуге болады ғой. Проблеманың бәрі мұның басында. Бәрі жақсы. Мұндай айқын ойлардың қайдан келгенін өзі де білмеді. Карл өзінің тұңғиыққа түсіп кеткенін, ал төменде тұрып өзінің таңдауы бар екенін анық түсінді. Ең төменгі нүктеде тұрып өзінің таңдауы бар екенін түсінген адам жоғары қадам басқан адам. Иә, Марк қиын болады деп ескертпеп береді. Карл күліп қойды. Бұған дейінгі болғандардың бәрі дайындық болды. Енді бұған ең бастысы өзінің таңдауын жасауы қажет. Ол өзінің кім екенін, қиындыққа беріле салатын адам ба, әлде уәдеде тұратын адам ба шешу қажеттігі туындады. Қатардағы адам ба, әлде жоғары санаттағы адам ба? Ол кекесінмен күлді. Айтары жоқ. Керемет сұрақтар. Мен махаббатқа лайықпын ба? Арманымдағы әйелге лайықтымын ба? Ол үшін жақсы болу үшін қолымнан келгеннің бәрін жасап жатырмын ба? Шынында да бәрі осы үш сұраққа тіреліп тұрғандай. Менің қолымнан келе ме? Теория жүзінде бәрі оңай сияқты көрінген. Ол жаңашылдыққа қызыққанымен түпкі мәнін түсінбеген екен. Енді оған не тап қазіргі сәттен бастап күшім жетпейтінін мойындаймын, не қолымнан келетінін мойындаймын деген шешім қабылдау қажет. Егер қазір берілмесе, онда жоғары кетеді. Тек шешім қабылдау керек. Кенет Карлдың басына тіпті шешім қабылдаудың да қажеті жоқ деген ой сарт ете қалды. Ол шешім қабылдап қойған еді, тек оны өзі түсінбеген екен. Қорқыныш ақылын бұғаулап тастапты. Енді бәрі түсінікті. Ол бәрін ұқты. Ол қараңғы саябақта дауысын шығарып, мен ешқашан берілмеймін. Мен сөзімде тұрамын. Мен махаббат жолымен жүремін, өйткені мен оған лайықтымын. Иә, кейде қорқыныш бойымды билеуі мүмкін, алайда ол мені тоқтата алмайды. Мен актермін. Мен рөлде ойнағанды және фильмге түскенді жақсы көремін. Және мен онымен айналысатын боламын. Тіпті мені сахнаға көтеріп алып шығу керек болса да, ойнауды тоқтатпаймын. Мен қолымнан келгеннің бәрін жасаймын. Мен көрсетілім немен аяқталса да, өзіме тағайындалған жолмен жүруге әзірмін деп айқайлады. Карл үйге келгенде Анна ұйықтап жатқан еді. Ол ақырын қасына жатты да құлағына сыбырлады. Бәрі жақсы. Білемін деді. Анна ұйқылы ояу. Ол баяғы түсін көретін шығармын деп ойлады. Ойлағандай болды. Сол түсті қайта көрді. Ол тағы қошқыл ағашқа шығып жатыр екен. Одан құлап, тізесіп жаралады. Қорқынышты ағаштың әкесіне, сонан соң өзіне айналғанын көрді. Сонан соң кемпір оны ақшыл ағашқа алып барды. Ол ағаш әуелі оның достарына, сонан соң өзіне айнала бастады. Оянған кезде ол алғаш рет қобалжуды сезінген жоқ. Ол бұл түстің маңызды бір нәрсені айтқысы келіп отырғанын сезді, және оны жақында түсінетінін де білді. Карл өзінің күлгін күнделігіне ұмтылды. Онда шынында да ұзақ жазба тұрған еді. Проблемалар әдетте бейтарап болады. Бәрі біздің оларға қандай мән беретінімізде. Олай болса, оларды өз жетістігімізге жетелейтін өнім ретінде қолдансақ болады. Жағымсыз жағдай проблема болып табылмайды. Егер біз оған солай қарасақ қана проблемаға айналады. Нағыз проблема ол біздің проблеманы сырт жақтан іздеуімізде. Проблемамен бетпе-бет келгенде өзіңе, сен қаншалықты ұлысың, Карл?
Егер проблемадан үлкен болсаң, онда сәйкесінше әрекет жаса. Егер проблемадан кіші болсаң, оның деңгейіне жетуге әрекеттен деген сұрақ қой. Кейде біз өзіміз қалаған адам болуға қажетті нәрселерді жасағымыз келмей. Алайда адам өзін әрекетке итермелейтін жағдайлар арқылы өседі. Әрекет нәтижеге жетелейді. Егер сен проблеманы шешудің шебері болсаң, сені ештеңе тоқтата алмайды. Ештеңе. Олай болса, сенде үнемі таңдау болады деген сөз. Сен қалаған нәрсеге қол жеткізесің, өйткені сен мұның қолыңнан келетініңе анық сенімдісің. Мұндай сенімділік еркіндік деп аталады. Сен өз проблемаларыңнан үлкен болғанда ғана еркін бола аласың. Егер проблемаларың сенен үлкен болып кетсе, сен оның тұтқыны болғаның. Сенің өзіндік санаң өскен сайын проблемаларың да кішірей береді. Өйткені сен өзіңді проблемадан жоғары қоясың. Қандай жағдайда өзіңді ұлы санайсың? Өзіңнің кім екеніңді білгенде, махаббатқа лайық екеніңді білгенде және әрекетке қабілетті екеніңді білгенде өзіңді ұлы санайсың. Егер өзіңді ұлы санасаң, онда сондай болғаның. Барлығы өзіндік санаға байланысты. Тек осы сезім ғана сені бақытты және табысты ете алады. Өмір саған соңында проблемаларды шешу қабілетіңе қарай сый дайындайды. Бақыт, достық және ақша осыған байланысты келеді. Өзіндік санаң жоғары болған сайын қиын проблемаларды шеше алатын боласың. Осы сөздерді кеше оқуым керек еді деп ойлады Карл. Сол сәтте ол кеше бұл сөздердің мәнін толық түсіне алмасын мойындады. Таңертең ол айна алдындағы жаттығуды толық сенімділікпен орындады. Мен сені жақсы көрем, Карл, сен керемет актерсің. Сен махаббатқа лайықсың. Сен өзің ойлағаннан да мықтысың. Сен ең жақсы болам деп шештің, бұл тамаша. Өйткені сен дарындысың, енді оны бүкіл әлемге паш ететін уақыт жетті. Табыс күнделігінде ол бүгін қуана толтырды. Оған жазатын нәрселері көп еді. Карл Маркпен бірге таңғы ас ішемін деп уәделесті. Достық сәлемін алғаннан кейін Карл Маркке кешегі дағдарысы туралы айтып берді. Өзінің есебін ол мынадай сөздермен аяқтады. Мен бәріне күмәндандым, тіпті анаға да, саған да, соңында ештеңе қолымнан келмейді деп шештім. Марк түсінгендей күлімсіреп қарады да, оны бәріміз басымыздан өткергенбіз. Мен бергісі келмей, бірден күресіп кеткен бір ұлы адамды білмеймін. Маңыздысы біздің мойындауымызда. Көп адам махаббаттан, ләззаттан бас тартып, өз таңдауын жасап жатады. Олар қорқыныштарының жетегінде кетеді. Сондықтан да адамдардың көпшілігі, менің қолымнан келе ме, мен лайықтымын ба, мен кіммін деген 3 сұраққа жауап бере алмайды. Мен саған бір сұрақ қояйыншы, кеше бәрінен бас тартқан болсаң, бүгін бақытты болар ма едің? Деді Марк. Әрине, жоқ. Мүмкін мен өзіме еркінірек бол деп айтар ма едім. Тек өзімді мақтан тұтып, бақытты бола алмасым анық еді. Және өзімді жақсы көрмес едім. Тіпті жек көріп кетер едім, деді Карл. Сондықтан да ең басында мен саған айтпап па едім, табысты да бақытты өмірге өзіңе сенімді болғанда ғана жетесің деп. Есімде, ол кезде сен асыра сілтеп отыр деп ойлағанмын. Марк өзінің жас досына сабырлы қалыпта қарады да. Егер сен берілгеніңде, сен өтірікші болар едің. Бұл енді тіпті артық. Жоқ, сен маған және Михаилге берілмеймін деп уәде бергенсің. Өтірікші ғана өз уәдесін орындамайды. Карл ойланып қалды. Мен уәдені жеңіл-желпі бере салған жоқпын. Бірақ өтірікші дегенің тым қатты айтылған сияқты. Маңызды сұрақ, онда неге уәде бердің? Сол кезде саған жетпей тұрған күшке ие болу үшін бердің. Күш жинаған соң, сен белгілі бір жолды жүріп өттің. Ол жол болса кеше сені дағдарысқа алып келді. Уәдең былай қарай қозғал деп көрсетіп тұрған жол белгісі сияқты еді. Бәрімізге осындай нұсқау қажет. Қиын сәт туындағанда сен күшіңді жинап алдың. Айтпақшы, өтірік туралы айтар болсақ, көп адам бұл қолымнан келмейді дегенде өтірік айтады. Білмеймін, бұл сәтте олар шын айтып тұрмын деп ойлайды ғой. Мен де кеше солай ойлағанмын. Алайда бұл шындық емес, өтірік. Оң қолыңды мейлінше жоғары созшы. Карл оның өтінішін орындады. Өте жақсы. Енді тағы 3% жоғары көтеруге тырыс. Карл бұл жаттығуды да орындады. Енді тағы 1%-ға жоғары көтер. Карл тағы орындады. Ғылыми зерттеулер керемет нәрселерді дәлелдеп берді. Адам өз мүмкіндігін тек 40%-ға ғана пайдаланады екен.
Олар өздерінің нәтижелерін 2 есе, немесе одан да көп есе өсіре алатындарын білмейді, деді Марк. Алайда мен 40%-дан асырып көтердім ғой қолымды. Жарайды, мен оны тағы бір 2%-ға артық көтердім дейік, сонда да ол 100% емес қой. Бұлай жасау мүмкін емес. Сенімдісің бе? Сен орындықтың не үстелдің үстіне шығуыңа болушы еді ғой. Не бір қабат жоғары көтерілуіңе болушы еді. Егер ойлансаң тағы да жолдарын табуға болар еді. Алайда сен олай жасамадың, өйткені сен мен 100% орындадым деп ойладың. Мұның мәні неде? Деп сұрады Карл. Мұны жасай алмаймын немесе қолымнан келмейді деп ешқашан айтпа. Ол жағдайда сен басты назарды проблемаңа аударасың. Одан да мұны қалайша істеуге болады деп сұра өзіңнен. Осы кезде сенің миың оның шешімін табу жолдарын қарастыра бастайды. Саған көптеген мүмкіндіктер келе бастайды. Карл бірнеше секунд үнсіз қалды да былай деп сұрады. Мен оның қолымнан келетінін білмей жатып, уәде бергенім ақылға сыйымды ма? Әрине, берген уәдең арқылы сен белгілі бір жолды жүріп өттің ғой. Сенде бір ғана таңдау болды: не өтірікші болу, не уәдеде тұру. Мен саған WhatsApp-қа тағы бір даналық ой жіберейін. Сен күшті болам деген жалғыз таңдауды таңдап алмайынша, қандай күшке ие екеніңді ешқашан біле алмайсың. Карл Марктың осы әдетіне риза болып күліп қойды. Және сондай-ақ ол даналық ойлардың бұған тигізер пайдасы зор екенін де мойындап қойды. Осы кезде даяшы Карл мен Маркке таңғы астарын әкеліп берді. Олар астарын рахаттана жей бастады. Таңғы астан кейін Карл Маркке өзінің түсі туралы айтып берді. Ол оны барынша анық суреттеп берді де, түсінің не мағына беретінін түсінгісі келетінін жеткізді. Марк Карлды мұқият тыңдады да біраз уақыттан кейін, бұл түстің мәнін өзің айтып бердің деп ойлаймын. Қошқыл түсті ағаш сені өзінің уымен улағысы келеді. Алайда ол саған зиянын тигізе алмайды, тек сен өзіңе зиян жасағанға итермелейді. Карл ойлана басын изеді. Оның бүгінгі күлгін күнделігіндегі жазба есіне түсті де, оны Маркке оқып берді. Нағыз проблема ол біздің проблеманы сырт жақтан іздеуімізде. Өте жақсы айтылған деп мақтады Марк. Мұны мен жазған жоқпын. Түсінікті деп күліп жіберді Марк. Меніңше сенің түсің саған маңызды шындықты айтқысы келіп тұрған сияқты. Ешкім саған билік жүргізе алмайды. Әсіресе сен кім екеніңді білгенде, ол тіпті де мүмкін емес. Карл Марктың кідіре тұруын өтінді де дәптеріне жазып қойды. Менің кім екенім өзіме түсінікті болса, маған бірде бір адам билік жүргізе алмайды. Марк жалғастырды. Сен өзіңнің қоңырқай түсті ағаш па, әлде ашық түсті ағаш па, яғни кім болатыныңды шешуің керек. Және сені қорқыныш пен күмән билегенін қалайсың ба, әлде махаббат пен ләззат билегенін қалайсың ба, өзің үшін анықтап алуың қажет. Өзіндік сананың мәні өз жолыңды таңдай білуіңде. Бәрі ойдан басталады. Сен қаласаң да, қаламасаң да, көңіліңде кім болғың келеді сол боласың. Былайша айтқанда, сен өзіңді өз ойың арқылы жаттықтырасың. Өзіңді де, өзге адамдарды да өзіңмен қарым-қатынас жасауға үйретесің. Егер өзің туралы жаман ойласаң, жұрт та саған сондай қарым-қатынас жасайды. Дон Хосенің де осыған ұқсас пікір айтқаны Карлдың есіне түсті. Ол оның сөздерін ойша қайталап шықты. Егер сен өзіңді жақсы көріп, құрметтесең, басқалардың өзіңе дөрекі қарым-қатынас жасағанына жол бермейсің. Тап солай деп растады Марк. Ал өзіңді жақсы білсең ғана өзіңді жақсы көре аласың. Карл өзінің түсі туралы ұзақ ойланып тұрды да, мен түсінген сияқтымын. Мен қошқыл түсті ағашта, ақшыл түсті ағашта бола аламын. Менің келісімімсіз мені ешкім басқара алмайды. Ақшыл түсті ағашқа құлақ түрген сайын, сол ағашқа айнала берем деді. Өте жақсы деп мақтап қойды оны Марк. Дегенмен тағы бір нәрсені білгенің жөн. Көрген түстеріңде қарапайым және саналы болып бөлінеді. Карл, саналы түрде түс көру дегеніміз не? Деп сұрады. Сен түс көріп жатқаныңды түсініп жатасың. Олай болса сен түстің мазмұнына әсер ете аласың. Сонда түсімде не болатынын өзім шеше аламын деп айтқың келіп тұрма. Мұндай ой бұрын басыма келмепті. Ал сен қолданып көр. Уәде бере алмаймын, бірақ сен бұл жерде де мүмкіндігіңнен тыс нәрселерге қол жеткізуің мүмкін. Келесі жолы түс көргенде оны өзгертуге тырысып көр. Карл тағы таң қалмасқа шарасы болмады. Өмірде не болмайды десеңші? Түсті өзгерту деген бұрындары мұндайды естімепті. Ол Маркке таңдана қарады. Не деген ақылды адам мынау? Қоштаспас бұрын Марк, соңғы айларда сен көп нәрсеге қол жеткіздің.
Оған өз құрметімді білдіремін. Сенің әрекеттеріне қарап отырып, қажет болғанда сен ашық түсті ағашқа көбірек құлақ түрдің деген қорытындыға келуге әбден болады. Көп адам ештеңеге әрекеттенбей, ғажайыпты күтіп жүре береді. Бірақ өзін тәрбиелеп жүрген адам өзі ғажайып екенін ұғынуы керек. 3 күннен кейін сенің көрсетілімің болмақшы. Репетиция жасап тұрғандай ойна, өзіңді еркін ұста. Сонда ашық түсті ағашқа айналасың. Карл оның әрбір сөзін мұқият тыңдап, бойына сіңіріп тұр еді. Кенет өзінің ештемеден қорықпайтынын, осы сәтті асыға күтіп тұрғанын сезінді. Ол Маркке өзінің ашқан жаңалығын айтып берді. Біз, Анна, Михаил және мен тіпті Дон Хоседе бәріміз сенің көрсетіліміңді қуана тамашалаймыз. Дон Хосе қазір Европада саяхаттап жүр екен деді Марк. Бәрі жақсы болады деді Карл өзінің сенімділігіне таңдана. Осыған өзі қуанып та тұр еді. Қоштасар кезде Марк оны мейіріммен құшақтады. Бірнеше минуттан кейін Карлдың ұялы телефонына хабарлама келді. Бұл жолы Мартин Лютер Кингтің даналық сөздері екен. Егер ұша алмасаң жүгір, жүгіре алмасаң жүр, жүре алмасаң еңбекте, тек қозғалуды тоқтатпа. Шешуші сәт. Түнде шешуші көрсетілім алдында Карл тағы сол түсті көрді. Бірақ бұл жолы Карл ұйықтап жатқанын білді. Бәрі әдеттегідей басталған еді. Бұны әкесі қоңырқай түсті ағашқа қарай жіберді және Карл бірден оның жағымсыз ықпалын сезінді. Алайда бұл жолы Карл қарсылық көрсетуге тырысты. Ол үнемі бір нәрсені қайталай беруге болмайды. Мен түсімді өзгертуім керек деп ойлады. Қиын болса да түсін өзгертуге тырысты. Ол түбінде Анна тұрған ақшыл түсті ағаш жаққа қарағысы келген. Алайда оны қошқыл түсті ағаш әлі де жібермей тұр еді. Карлдың басына бір ой келді. Қызыл свитерлі егде әйелден көмек сұрайын деп шешті. Ол бірден жеңілдеп сала берді. Кемпір мұның қолынан жетелеп, ақшыл түсті ағаш жаққа қарай алып барды. Ағаш өзгере бастады. Алдымен ол Анна болып кетті. Сосын оның достарының бейнелері көріне бастады да, соңында өзіне айналды. Бір кезде ақшыл түсті ағаш барынша жарқырай бастады. Жарқырағаны соншалық күндей болып кетті. Карл бойынан шексіз махаббат сезінді. Ол мына көріністен көзін ала алар емес, және мүмкіндігінше бұл көріністің аяқталмағын қалады. Ол бұл сәттің мәңгілік жалғасқанын қалап тұрды. Карл оянып кетті. Көзін ашқанда Аннаның өзіне төніп тұрғанын көрді. Сен мені бақылап тұрсың ба? Деді. Сен керемет бақытқа бөленіп жаттың. Ішкі әлеміңнің бәрі жарқырап тұрғандай сезілді маған. Бұл керемет еді. Мен сені сүйемін. Карл бақытты еді. Ал актерлікті ше? Оны өзіңде білесің. Онда бүгінгі көрсетілімің туралы уайымдамасам да болады екен. Махаббат деген кемелдіктің жоғары сатысы ғой. Менің кішкентай философым. Жоқ, шын айтып тұрмын. Сен оларға өз ісіңді қалай жақсы көретініңді көрсет. Ешкімге жағымпазданудың қажеті жоқ. Шынайы бол, сонда жарқ ете қаласың. Оларға да маған да ештеме дәлелдеудің қажеті жоқ. Бүгін қандай жағдай болса да мен сені жақсы көрем. Репетиция жасап жатқандай ойна. Өзіңді барынша көрсетуге тырыс. Мен оларға жойқын дауылды көрсетемін. Карлды бір белгісіз күш билеп тұрған еді. Ол төсегінен атып тұрды да ваннаға қарай жүгірді. Алайда орта жолға келгенде сілейіп қатып қалды. Менің тізем, деп айқай салды. Қалды. Не болды, ауырып кетті ме? Деп Анна абыржып, жоға, мүлдем ауырып тұрған жоқ. Түсінсем бұйырмасын. Қалай жүгіріп кеткенімді сен де көрдің ғой, иә. Ол Аннаға өзінің түсін айтып берді. Түсін Марктың кеңесі бойынша өзгерткенін де жеткізді. Бұл жолы мен ағаштан құлаған және тіземді жаралаған жоқпын. Таңғажайып екен деді қобалжыған Анна. Мен де ештеңе түсінер емеспін. Қалай болғанда да бүгін маған балдақ керек болмайтын сияқты. Олар таңғы ас ішіп отырғанда Марктен хабарлама келді. Карл оны күтіп отырған еді. Кейде сен жылауың, айқайлауың өзіңе күмән келтіруі мүмкін. Алайда одан кейін қажет әрекетіңді ары қарай жасай бер. Дәл солай деп басын изеді Карл. Кенет таңғы дәстүрлі жаттығуларын істемегені есіне түсіп кетті. Тез айна алдындағы жаттығуын жасады да бірнеше жетістігін табыс күнделігіне жазып қойды. Ол бүгінгі күннің маңызды екенін түсінді. Анна екеуі киностудияға жол тартты. Грим жасайтын бөлмеде оны тосын сүй күтіп тұрған еді.
Ол жерде Рихард отыр еді. Карл бірден өзін кінәлі сезінді. Мен мұнда сенің рөліңді ойнамақшы болып әлек болып жүрмін. Сенің қалай қарайтыныңды тіпті сұрамаппын да ғой деді. Мен өзімді жақсы сезінемін деді күлімсіреген Рихард. Мен сені қолдауға келдім. Мұндай маңызды байқаулардың қиын екенін білемін ғой. Білесің бе, мен өзіме ұсынылған рөлдердің бәрін ойнай беріппін. Енді міне жаным мен тәнім демалысты қалап тұр. Сондықтан сенің мені жоқтатпағаныңа қуанып тұрмын. Енді алаңдамай демалсам болады. Мен кем дегенде 1 жыл жұмыс істемеймін деп шештім. Қалауымша өмір сүрем. Сенің мынаны білгеніңді қалаймын. Мен сен үшін өте қуаныштымын. Көкке самғау үшін бәрімізге мүмкіндік керек. Мүмкіндік келгенде оған жармасу керек. Инвесторлар сен туралы менің пікірімді сұрады. Мен сенің жетістігіне сенетінімді айттым. Мен оны анық білемін. Біз бірге репетиция жасадық емес пе, сондықтан мен мұны жақсы білемін. Сен керемет ойнайсың, мен бәрінен де қатты шапалақ ұратын боламын. Карлдың иығынан ауыр жүк түскендей болды. Ол Рихардтан оны құшақтауға бола ма деп сұрады. Қарсы емеспін деді Рихард. Олар мейіріммен құшақтасты да, Рихард оны грим жасайтын бөлмеге жалғыз қалдырып шығып кетті. Карл жан-жағына бағдарлап қарай бастады. Қазір мұнда грим жасайтын адам келеді, ал сонан соң шешуші сәтте келіп жетер. Карл дауысын байқап көрді. Шамалы әлсіздеу, дегенмен ойнауға әбден болады. Сосын оң аяғына салмақ түсіріп көрді. Бұл да жаман емес сияқты. Уақыт жылжымай қалғандай. Мәтін есінде ме екен? Ойша бірнеше диалогты ойнап шықты да, бір сөйлемді ойына түсіре алсайшы. Сайтан алғыр. Жүрегі дүрсілдеп, қобалжи бастады. Еске түсіру керек. Бірақ қанша талпынғанмен есіне ештеңе түсер емес. Карл қобалжудың қорқынышқа ұласып бара жатқанын байқады. Оның үрейі ұшып кетті. Оның көз алдына тағы қоңырқай түсті ағаш елестей бастады. Жетпегені осы ет деп дауыстап жіберді Карл. О, біз кедергі болған сияқтымыз ғой деген таныс дауыс естілді артынан. Карл қонақтардың кіргенін байқамапты да. Бұл Михаэльдің дауысы еді. Оның артынан Дон Хосе және Марк кірді. Карл сендерді айтып тұрған жоқпын деп міңгірледі. Михаэль артына қарады да театрлық ишара жасады. Достым, шынымды айтсам, мен басқа ешкімді көріп тұрған жоқпын. Мен өз қорқынышыммен сөйлесіп тұрғанмын, сен елес көре бастағансың ба? Шыныңды айтшы, енді неден қорқып отырсың? Бір қара бұлт аяқ қолымды бұғаулап тастаған сияқты. Неден қорқып отырғанымды өзім де білмеймін. Мүмкін мәтінді ұмытып қалармын деп отырған болармын. Бір сөйлемді есіме түсіре алар емеспін деп олай болса бір нәрсе құрастыра салсаңшы, кеңес берді Михаэль. Мен сенің көрермендеріңді көріп келе жатырмын. Олардың бәрі банкир екен. Олар сенің сценарийіңді білмейді ғой. Ішінде біреуі бір нәрсе түсінетін сияқты. Сондықтан қобалжыма. Михаэль Карлға сынай қарады. Ол сөздерінің далаға кетпегеніне көз жеткізгісі келген еді. Алайда нәтижесі көңіл көншітерді емес еді. Михаэль, достым, сен ең кереметсің. Ең жақсы әртсің. Роліңді де жақсы білесің. Барлық сөзді жатқа білу қажет емес қой мұнда. Тек роліңе кіре біл, сол кезде кез келген адамды сендіре аласың деді. Алайда аяқ астынан не болып қалатынын ешкім білмейді ғой. Оған қоса Догги деген пәледе жүр осында деп қарсыласа түсті Карл. Дон Хосе Карлға жақындап келді де, не болатынын басқа ешкім емес, сен ғана анықтай аласың. Ешқандай жағдай саған кедергі бола алмайды. Не болса да оған қалай жауап қайтаруды тек сен өзің шешесің деді. Алайда мұндай жағдайды бұрын бастан кешкен емеспін. Барлық жағдай осыған байланысты болғалы тұр ғой. Біз жағдайды бақылауда ұстай алмаймыз. Оның жаңа немесе бұрынғы екені маңызды емес. Біз өзіміздің оған көзқарасымызды ғана бақылай аламыз. Сен қай ағашқа құлақ түретініңді өзің ғана шешесің. Ақшыл түсті ағашқа құлақ түр, сонда ұлы актер боласың. Жұлдыз боласың. Бүгін неге қобалжып отырғанымды түсіне алар емеспін. Кешке бәрі жақсы болатын. Бүгін таңертеңде. Мен қорқынышымнан арылдым деп ойласам деді сасқалақтаған Карл. Психологтар оны жеңімпаз синдромы деп атайды. Оның негізінде мен ешқашан жеңімпаз бола алмаймын деген ой жатыр деп түсіндірді Марк. Бұл нағыз трумфтың алдында әлгі қошқыл түсті ағаштағы келет деген сөз деп қостады Дон Хосе. Алайда бұл қорқынышты емес, табиғи нәрсе.
Бұл арам күштер атой салып жатыр деген сөз. Қоңырқай түсті ағаш сенен жеңілгенін және саған билік жүргізе алмайтынын мойындап жатыр. Ол оның соңғы әрекеті, жетегінде кетпе оның. Десе де Карлдың түрі абыржулы еді. Осы кезде Михаил Дон Хосе мен Маркке қарап, онымен басқаша сөйлесу керек. Бізді оңаша қалдырыңыздаршы деді. Данагуй мексикандықпен Марк Карлды құшақтады да, оған сәттілік тілеп шығып кетті. Михаил олар шыққасын, есікті жапты да орындыққа қинала отырды. Оның түрі көңіл көншітерлік емес еді. Ол бірден іске көшті, мен жақында өлемін. Не болса соны айтпа, сен менен ұзақ өмір сүретін боласың деп баланы сенімсіздеу жұбатуға кіріскен Карлдың көзі Михаилге түскенде шошып кетті. Баланы бүгін ауру меңдеп тұрған еді. Дәрігерлердің жақында менің рахат күйге енетінім туралы айтып жатқанын естідім. Дәрігерлер де қателеседі. Карл, мен өлгелі жатырмын. Және мен одан қорқып отырған жоқпын. Өйткені мен жақында галактикалық құрамада ойнайтын боламын. Сен өзің де білесің, жаттықтырушы мені күтіп отыр. Карл не деп жауап қатарын білмеді. Михаил жалғастыра берді. Алайда мен сенің керемет қойылымыңды көргім келеді. Дәрігерлер бүгін мені жібергісі келмеді. Олар менің саған қажет екенімді түсінбейді. Сондықтан да мен келдім. Мен қолымнан келгенді жасап көремін, достым. Сен сандырақтап тұрғаннан саусың ба? Мен сенің барыңды салып ойнағаныңды қалаймын. Қолымнан келгенше дейді ғой. Адамның күлкісін келтірмеші, тіпті. Сен мықты актерсің ғой. Сондықтан да сен сахнаға шығасың да осыны дәлелдейсің. Карл баланы құшақтады да сахнаға кете барды. Жолда ол Доггиді кезіктірді. Ол оны әдейі тосып тұрған сияқты. Қортықтың қолында бірнеше қағаз бар екен, ол оларды желбіретіп, инвесторлардың қолында сценарий жоқ екен, олар сенің мәтінді жатқа білмейтініңді білмеуі мүмкін. Сондықтан мен бірнеше данасын шығарып, оларға таратып бердім деді. Карл оның қасынан тез өтіп кетуге тырысқанмен, әлгі ысылдауын тоқтатар емес, сен мәтінді ұмытып қаласың. Жаман болады. Догги Карлдың артынан түсіп алып, тоқтамай сөйлеп келеді. Өтіп кетем деп ойладың ба? Ұмыт. Бітті шаруаң. Сен бейшара, түпке тұрғысыз адамсың. Қазір сенің тіпті мәтінді білмейтініңе бәрінің көзі жетеді. Не деген оңбаған адам едің деп ойлады Карл, мен мәтінді ұмытпаймын. Осы кезде ол өзіне мәтінді ұмытпаймын деп айтқанын түсінді. Ұмытпаймын және мәтін деген сөздерді бірге қолдануға болмайды деп ойлады ол. Бұл ұмытуға нағыз сигнал екенін ұқты. Ол, мен көрермендерімді таңқалдыратын боламын деп тез түзету енгізді. Ол Доггиге бұрылды да, сен маған кедергі бола алмайсың. Сен маған күш бересің қайта. Тап солай, сенің әрбір сөзің маған күш береді. Мен қазір серіктесіммен ұрсып жатқан көріністі ойнаймын, ол жерде сен туралы ойлап тұрамын. Менің ойнағаным өмірдегідей шынайы болып шығады. Доггидің басы салбырап түсіп кетті. Карл қарсыласының жеңілгенін, енді бұған кедергі болуға тырыспайтынын ұқты. Ол сенімді түрде залға кірді. Ол жерде бірінші бұны инвесторлармен таныстырды. Олар бір-біріне мүлде ұқсамайтын 8 адам еді. Олардың бірі Карлға бірден ұнады. Пошыма ақсүйектік, бейім келбетті егде кісі өзін таныстырды. Гольдштейн, сіздің ойыныңызды асыға күтемін деді. Аса бай және өміріне риза жан сияқты деп ойлады Карл және оның жанынан 12 жас шамасындағы қызды байқап таңырқады. Карлдың көзқарасын байқаған ол бірден түсіндіре жөнелді. Бұл Кира, менің жақсы құрбым. Ол менің итіме қарайды. Кираның түйсігі керемет. Сені балалардың қалай қабылдайтынын айтатын болады. Қыз жымиып басын изеді. Карлдың басына бір ой келді де, осында менің досым Михаил келген еді. Оның жасы 12-де. Ол айықпас ісік ауруымен ауырады. Оған ауруханадан кетуге рұқсат етпепті. Бірақ ол менің қойылымымды тамашалауға келді. Сен оған көз қырынды салып отыра аласың ба? Жақсы, мен оның қасына отырамын, уайымдама деп келісті Кира. Шешуші сәтте таяп қалды. Карл сахнада тұр. Бірінші эпизодта өзін сенімсіз ұстаған ол, барлық ойынын Анна мен Михаил үшін ойнаймын деп шешті. Қараңғы залдан олардың ишарасын толық байқамаса да, бастарын изеп отырғанын анық көрді. Бірінші көріністі аяқтаған Карл көрермендердің әсерін байқау үшін біршама уақыт үнсіз қалды. Осы кезде Гольдштейн, маған қатты ұнады.
Жалғастыра беріңіз деді. Қалғандары да риза кейіпте сыбырласа бастады. Карл енді өз болмысына ене бастады. Көріністерді бірінен соң бірін, біресе жалғыз, біресе серіктестерімен бірге орындай берді. Ол өзін өте сенімді ұстады. Кенет көрермендер арасынан қобалжыған дауыстар естіле бастады. Карл не болып жатқанын түсіне алмады. Баланың жағдайы нашарлап кетті деген дауыс естілді залдан. Карл репликаның ортасында тоқтап қалды. Оның қандай жағдай болмасын көріністі жалғастыра беру керек екені есінде, әрине. Алайда оның кішкентай досының жағдайы нашарлағанда да емес қой. Әлдекім залға толық жарық берді. Енді Карл не болып жатқанын анық көрді. Михаил орындықта дірмәнсіз отыр еді. Бірақ ол есін жоғалтпаған екен. Кира оның бетінен сипап, ақырын бірдеңелер айтып жатты. Марк, дәрігер және 2 санитар Михаилдің қасына жетіп барды. Кейінірек Карл Марктың Михаилдің жайына алаңдағаннан жедел жәрдеммен медперсоналды шақырып қойғанын білді. Дәрігер баланы мұқият тексеріп шықты. Қалғандары дәрігердің әрекетін бақылап тұрған еді. Бірнеше уақыттан кейін дәрігер жөткірініп, науқастың ұстамасы шамалы ұстап тұр. Михаил бүгін қобалжып, ештеме жемеді. Оның қанты түсіп кетіпті, мен оған глюкоза ектім. Бұл оған көмектесуі керек деді. Қазір жағдайы жақсарады. Бірақ Михаилге ауруханаға оралу керек. Оған тыныштық қажет. Жақын арада келмей-ақ қойсаңыздар болады. Михаилге бірер сағат оңаша қалу керек. Бала әлсіз қарсыласып көргенімен, санитарлар оны зембілге салып, шығар есікке қарай алып жүрді. Осы кезде Михаил әлсіз дауыспен айқайлады. Карл, саған маңызды бір нәрсе айтуым керек. Карл науқас досының қасына жетіп барды. Ол Михаилдің қолын ұстап, зембілмен қатарласа жүріп келе жатты. Ол өзін шарасыз сезінді. Ол балаға тамақ ішуім керек еді деді. Өзің ғана қобалжимын деп ойлайсың ба? Деді әлсіз жымиған Михаил. Ол дәрігерге қарап, бұлармен дауласа алмайсың. Бірақ мен сенің көріністеріңді аяғына дейін көргім келеді. Сен оны камераға түсіріп, сосын маған көрсете аласың ба? Деді. Менің басқа идеям бар деген Кираның дауысы естілді. Мен стриминг жасап бере аламын, сен Карлдың ойынын бірден өз смартфоныңнан көре аласың. Тамаша идея. Деп қуанып кетті Михаил, сен керемет жансың, рахмет. Бала қалтасынан телефонын алды да, мен дайынмын. Бұған дейін бәрі керемет болды, ары қарай да солай болады. Мен білемін деді. Карл Михаил үшін қорқып тұрған еді. Оны сезіп қойған бала, магистр Йоданың айтқаны есіңде ме? Қорқыныш қараңғылыққа тікелей жол деген. Сен қойылымды аяқтауың қажет. Мен сенің триумфыңды көруім керек. Мен үшін қазір бұдан маңызды нәрсе жоқ. Менің көңілімді қалдырма деді телефонына үңіліп, сосын, енді бар да ойыныңды жалғастыр деді. Карл мына 12 жасар баланың ерік жігерін жан тәнімен сезінді. Ол оған тамсанып тұр еді. Мынадай жағдайда да өзгенің қамын жеп жатқанына таңдан басқа шара жоқ еді. Баланың сөздері оған күш берді. Бұрын да оның әрбір сөзінен жаңа мән табатын еді. Оның мағынасын түсіне салысымен санасының бір саты жоғары көтерілетінін жақсы білетін. Осы кезде санитарлар Михаилді жедел жәрдем машинасына алып келді. Ол Карлға әлсіз қол бұлғады да, Карл, саған ерік жігер тілеймін деді. Саған да, Дана Йода деді. Карл жедел жәрдем кетіп қалды. Кира стриминг жасау үшін залға оралды. Карл автотұрақта жалғыз тұрып қалды. Бір кезде ол өзін жайсыз сезінді де, жүрегі айнып кетті. Енді ол бәрін тастап тұра қашқысы келді. Бір жерге барып жасырынып қалса ғой. Мүмкін Михаилге бару керек пе? Бала үшін қорыққаны сонша, оның қасында болғысы келді. Әрине ол өзінің ештемеге қауқарсыз екенін мойындады. Дәрігер Михаилге тыныштық керек деді емес пе? Оның үстіне оның ондағы күтімі де жаман емес. Алайда ойынды жалғастыруға да Карл қауқарсыз еді. Мұның бәрінің енді маңызы болмай қалғандай көрінді. Оның досы нашарлап жатқанда қайдағы роль туралы айтуға болады. Қашу туралы ойы күшейе түсті. Киностудиядан алыстап кетіп бара жатқанын өзі де байқамады. Кенет арт жағынан қатты шыққан дауысты естіді. Сенің қашуға құқың жоқ. Ол бұған дейін бұл дауысты естімесе де, кімнің дауысы екенін бірден білді. Бұны қайдан біліп тұрғанын түсіндіруде Карлға қиынға соғар еді.
Сонда да артына бұрылғанда қорқып кетті. Ол түсіндегі ақ шашты әйел еді. Оның үстінде сол баяғы ашық қызыл свитер болатын. Ол қайталады: сенің қашуға құқың жоқ. Оның қатысы қанша? Мұның бәрі дұрыс емес. Осындай жағдайда қалай ойнауға болады? Михаилдің халі нашар, мен болсам қайдағы бір қойылымдарда ойнап тұрмақпын. Сен актерсің. Сен эмоцияларыңды өзгерте білуің керек. Ол сенің қолыңнан жақсы келеді. Алайда мен қазір ештемені өзгерткім келмейді. Менің ойымда тек Михаил кемпір жақын келді де, оған, Михаилге қазір еш көмек бере алмайсың. Бірақ сахнаға шықсаң үлкен қуаныш сыйлар едің. Ал қашып кетсең, оның көңілін қалдырасың. Сен қазір қашып кетер болсаң, әлемге ештеңе дәлелдей алмайсың. Мен қашып бара жатқан жоқпын. Қашып барасың. Мен сенен тағы сұраймын, оған қандай қақың бар? Сенің түрің, дарының, денсаулығың және мүмкіндіктерің талай адамның арманы. Сен өз-өзіңді аяғаннан соқыр болғансың, көзің ештемені көрер емес. Михаилге бірдеңе болып қалса ше? Сөзімнің бәрінің далаға кетіп жатқанын қарашы. Қорқынышыңның артына тығылма. Болар іс болады. Оған сен ештеме істей алмайсың. Бірақ сен саған сенетін Михаил мен достарыңа қуаныш сыйлай аласың. Және мағанда соңғы айларда сен мені тіпті шаршаттың. Не істеп қойдым мен саған көмектестім. Сен зор дарынға иесің. Сен актерлік өнерді жақсы көресің, бірақ арманыңа құлақ аспайсың, өйткені қорқасың қатты. Махаббат қорқыныштан да күшті екенін біл. Шыңға шығаратын жалғыз құпия осы. Карл үнсіз қалды да, біраздан соң, сен кімсің? Деді. Оны өзіңде білесің. Мен сені ақшыл түсті ағашқа алып баратын жол сілтеушіңмін. Оған қоса мен сендегі ақшыл түсті ағаштың өзімін. Мен сенің бөлшегіңмін. Сен бір істі бастап, бірақ қолымнан келмейді деп бас тартқанда шыға келетін бөлшегіңмін сенің. Менің қолымнан келеді дейтін бөлшегіңмін. Сен неге осыншама сенімдісің деп сұрауың мүмкін. Сенің бар өмірің мені осыған алып келген. Соңғы айларда сен барыңды салып репетиция жасадың. Мұның бәрі бір мақсатты орындау үшін өзіңді жақсы жағынан таныту және қолыңнан келетінін дәлелдеу. Карл оған мұқият қарады. Мына әйел жынды ма, әлде өзі жындана бастады ма екен? Иә, ол елес сияқты еді, өйткені көлеңкесін түсірмеді. Бірақ өзін мұның бөлшегімін дегені миына қонар емес. Дегенмен кемпірдің өзіне жақсылық ойлап тұрғаны аян еді. Оның сөздеріне құлақ салу керек деп ойлады. Сондықтан да, енді не істеуің керек? Деп сұрады. Сен әртісің. Сондықтан қажеттінің бәрін жаса. Сахна мен камераның алдында ғана ойнама, өз өміріңнің режиссері мен актері бол. Әлем саған мүмкіндік беріп тұр. Залға қайта оралда, достарыңа, бүкіл әлемге және өзіңе көрсет өнеріңді. Шын ұлы актер көңіл күйі болмай тұрғанда да керемет ойнап береді. Сен шынымен ұлы актерсің. Сондықтан бар да ойна. Маған тағы шамалы уақыт керек, қатты Карл деп ұяла тіл біз ұзақ әңгімелестік, уақытымыз тығыз. Оның үстіне біз тілдесетін түстерің мен күлгін күнделікке тіпті уақыт жоқ. Әзірше жетеді. Бар да өзіңнің керемет актер екеніңді көрсет бәріне деді де, кемпір машиналардың арасына барып жоқ болды. Карл залға қайтып келді. Ол көрермендерге дайындық үшін 5 минут керек екенін, сонан соң келіп қойылымын жалғастыратынын айтты. Ол көрермендерден 5 минуттық үзіліс сұрау қалыпты нәрседей сезінді өзін. Бұл тап солай әсер қалдырды, көрермендер де бұны осылай қабылдады. Ол грим жасайтын бөлмеге келді де, айна алдында жаттығу жасады. Өзіндік санасы мен батылдығы күшейе түскендей сезінді. Жаттығу соңында ол, Карл, сен шын мәнінде кереметсің. Мен сені жақсы көремін. Енді бар да даңқыңды сезін деді. Сахнаға келгенде ол барын салып ойнады. Рөліне еніп кетті. Залдан алғашында бірен-саран, сонан соң қатты шапалақ дауысы естіле бастады. Карл одан ары барын сала ойнады. Ол уақытты жоғалтып алғанда еді. Ол осы сәтте рөлімен, көрермендерімен, серіктестерімен бір тұтас дүниеге айналған еді. Ол баршаны өзіне тарта білді. Оның әсерлі ойыны сахнадағы әріптестерінің де керемет ойнауына ықпал етті. Сахнада шынайы драма ойналып жатты, және бәрі оны сезінді. Соңғы эпизодтың да кезегі келіп жетті. Ол ұзақ та қиын монолог еді.
Карл бұл көріністі әдейі таңдап алған еді, себебі бұл сценарийдегі ең қиын эпизод болатын. Монолог оқиғаның кейіпкерге айналуын трансформалайтын еді. Карл бұл жерде іштей де өзгеріске түсуі тиіс еді. Тыңдаушылардың алдында дауыс пен ым-ишараның көмегімен өзгеріске ене бастаған жаңа бейне тайп еді. Бұл трансформация баяу болып жатқанымен, көрермендердің барлығы оны сезінді. Ол бұның әрбір қимылын қалт жібермей бақылап отырған көрермендерді өзіне тартып алған еді. Бұл тамаша ойын болды. Монолог бітті. Залда өлі тыныштық орнады. Кенет көрермендер біреу бұйырғандай орындарынан атып тұрып, құлақ жаңғырта қол шапалақтай бастады. Анна, Марк, Дон Хосе, инвесторлар, Кира, Антон, Густаво, барша түсірілім командасы сүйсіне қол соқты. Карл жүрек тұсына қолын қойды да басын иді. Ол шексіз бақытқа бөленіп тұрған еді. Әрине ол бұрында, әсіресе Аннамен достарымен танысқалы бері ондай сезімді бастан кешкені рас, бірақ бүгінгі сезімі ерекше еді. Тап қазір оның дарыны ашылды. Ол оны өзі ашты. Бұрындары жүрегінің түкпірінде тығылып жатқан дарыны бүгін жарыққа шықты, оған бүкіл әлем қуанып жатқандай еді. Ол ұзақта күнделікті репетиция жасады және оның жемісін жеп отыр. Міне. Бүгінгі күн көп күнгі еңбектің нәтижесі еді. Бұл жеңісті ол барлық командамен бөлісті. Аннасыз, Марк, Михаилсіз, Дон Хосесіз, Антон мен Густавосыз ол мұндай нәтижеге жетпес еді. Ол көрермендердің әр қайсысына алғыспен, сонымен қатар мақтанышпен бас иді. Шапалақ толассыз соғылып жатты. Карл да ешқайда асықпады. Карлдың езуіне күлкі үйіріліп, негізі кемпірге алғыс айту керек деп ойлады. Осы кезде сахнаға Кира жүгіріп шығып, өзінің смартфонын Карлға беріп жатты. Экраннан Карл Михаилден келген хабарламаны көрді. Мен бәрін көрдім. Достым, бұл керемет болды. Мен тек мегадеңгей деп айтар едім. Мен сені шексіз мақтан тұтамын. Рахмет, достым, тез жауап жазды Карл. Анна жүгіріп келіп, Карлдың құшағына құлады. Мен сені сүйемін және сен үшін қуаныштымын деп сыбырлады ол. Қуанышты Марк те Карлды құшақтай алды. Бұл тамаша сәт. Өмірде мұндай сәттер жиі бола бермейді. Мен мұны ұмытпаймын. Рахмет. Деді Марк, барлығы үшін саған рахмет. Карл бақыттан жарылардай болып тұр еді. Режиссер Антон мен түсірілім тобының басқа мүшелері Карлдың арқасынан иығынан қаға бастады. Браво деген дауыстар біразға дейін жалғасты. Осы кезде Карлдың қасына Гольштейн келіп, негізі біз көрсетілімнен кейін бәрін жақсылап талқылаймыз деп ойлағанбыз. Алайда әріптестеріме қарап, оның қажеті болмай қалғанын түсініп тұрмын. Жігітім, мен үшін бұл көрсетілімге қатысу зор қуаныш болып тұр. Сіз дарынды адамсыз. Біз студияда әдетте бір-бірімізге сен деп сөйлейміз деп оның сөзін бөлді Карл. Менің атым Карл, бай инвестор жымиып қойды. Менің атым Вальтер, мен қуаныштымын және сүйсініп тұрмын өнеріңізге. Бірнеше минуттан кейін Вальтер Гольштейн, мен тағы бір нәрсе айтқым келіп тұр. Біз сенің кішкентай досыңның жағдайы нашарлағанын және ол үшін қатты алаңдағаныңды білеміз. Осындай жағдайда көрсетілімді жалғастыру және оны тамаша аяқтау тек кәсіби мамандардың ғана қолынан келеді. Бұдан сенің ерекше қабілетке ие екеніңді көріп тұрмыз. Бизнесмен ретінде біздің салымшылардың ақшасы пайдалы жерге жұмсалғанын қалаймыз. Қазір оған толық көзіміз жетіп тұр. Ал адам ретінде сен кішкентай досыңа бұдан артық қуаныш сыйлай алмас едің деп айтар едім. Мен оған сенімдімін. Сен керемет ойнадың. Құттықтауымды қабыл ал. Мынау келісім шарт, біз оны алдын ала дайындап қойғанбыз. Бос уақытың болғанда асықпай қарап шығарсың. Карл осы сәтті ұзаққа созғысы келіп, рахатқа бөленіп тұра бергісі келгенімен уақыттың тығыз екенін түсінді. Ол Михаилге ауруханаға барғысы келді. Анна мен Марк те онымен бірге барғанды жөн санады. Марк машина рөліне отырды. Анна мен Карл артқы орындықта құшақтасып отырды. Олар үнсіз келе жатты. Бір жағынан жаңа ғана бастан кешкен табыстың әсері нен айыға алмай отырса, екінші жағынан Михаил үшін алаңдаулы еді. Осы кезде Карлдың есіне келісімшарт түсіп кетті. Ол өзін басты рөлге бекіткен құжатты өмірінде бірінші рет ұстап отыр еді. Келісімшарт жан-жақты жазылған екен, ол назарын шоғырландыра алмай келе жатты. Алайда оның көзі сандарға түсіп кетті. Оның гонорары мынау мүмкін емес, деп айқайлап жіберді Карл. Онда өзіндік санам ақталды деген сөз ғой деп жымиып қойды Карл.
Жоралғы. Карл, Анна, Марк үшеуі ауруханаға кірісімен Михаилдің палатасына қарай жүгірді. Жолда олар медбикенің бірін кездестіріп, бір нәрсе болғанын түсінді. Жаман бірдеме. Медбикенің көздері жасқа толы еді. Медбикелер әдетте жылай бермейтіні белгілі. Ол қолын екі жаққа жайып, оларға бөгет жасады. Михаил келмеске кетті. Бұл сөздердің мәнін олар бірден ұқпаған секілді. Жүректері түсініп тұрғанымен саналары қабылдаудан бас тартып тұр еді. Михаил қайтыс болды. Ол енді жоқ. Олар енді онымен ешқашан сөйлесе алмайды, оның күлкісін көре алмайды. Үшеуі тұрған орындарында сілейіп қатып қалды. Олардың әрқайсысының Михаилге деген қарым-қатынасы ерекше болатын. Карл болған оқиғаны әлі де мойындай алмай тұр еді. Соңын керемет етіп аяқтаса болмас па еді? Өмір сценарийін қандай ақымақ жазады екен? Ол ойын жинақтай алмады. Жүрегі қайғыдан сыздап тұрды. Анна оның иығына басын қойып ақырын жылап тұр еді. Карл бұл жерде қайғырып тұрған бір өзі ғана емес екенін түсінді. Ол Аннаны мейіріммен құшағына қысты. Медбике де әдеп сақтап күтіп тұр екен. Ол, Михаил бақытты боп кетті. Ол смартфоннан бір хабар көріп жатты. Қуаныштан қатты айқайлап жіберді. Мен қорқып кеттім де, не болғанын білу үшін жүгіріп келдім. Мен де онымен бірге сенің ойыныңды тамашаладым. Керемет ойнадың. Ал Карл болса, оның енді қандай маңызы бар, Михаил енді жоқ қой, деп ойлады. Медбике сөзін жалғастырды. Михаил саған хат жазып қалдырды. Ол халатының қалтасынан конверт алды да Карлға берді. Сонан соң Карлдың қолынан аянышпен сипады да кетіп қалды. Карл конвертті ұстап тұрып қалды. Онда бала қолымен былай деп жазылыпты: жұлдыз актер, досым Карлға Йода, магистрден. Карлдың жүрегі сыздап кетті. Оның бойын қалың қайғымен қатар бір жылы сезім жайлады. Ол конвертті ашты да хатты алып, ақырын оқи бастады. Досым менің, мен сенің қайғырып тұрғаныңды көріп тұрмын. Мен сенің ондай түріңді көргім келмей. Тыңдап тұрсың ба мені? Сен қайғырмауың керек. Менің келген жерім керемет жер. Қайғырған адам өзін эгоист ретінде ұстайды. Ол тек өзі туралы ойлайды деп Марк дұрыс айтады. Әңгіме менің өлімім жайлы болып тұр, сондықтан оны тек мен ғана шешемін. Сен қазір мен туралы ойлауың керек және мен үшін қуанғаның дұрыс. Мен сені жақсы білемін. Сенің не ойлап тұрғаныңды біліп тұрмын. Мен бәрібір қайғырамын. Ештеме өзгерте алмаймын деп тұрсың ғой. Бұл жылжырақ әңгіме, бла-бла-бла. Сен бәрін өзгерте аласың. Сен әртіссің ғой. Және өмірімде көрген ең жақсы әртіссің. Соны қазір дәлелдеші. Және біліп қой, мен сені көріп тұрмын. Иә, сен мен үшін қуан, мен қазір галактикалық құрамада ойнайтын боламын. Мен бұл сәтті ұзақ күттім. Менің саған бірнеше сурет жіберем деген үмітім бар. Менімен мақтанатын боласың әлі. Мен де сенімен мақтанамын. Мен ұзақ ойнайтын боламын. Және оны рахаттана жасаймын. Менің қуанышымды елестете аласың ба? Сосын біліп қой, мен қайтып ораламын. Қазір сен ол мүмкін емес деп тұрған шығарсың. Бірақ мен оны анық білемін, өйткені мен ол туралы жиі армандағанмын. Тап солай болады. Мен қайтып ораламын. Мен қайтып оралуым қажет, өйткені сен қорқыныштарыңнан толық арылған жоқсың және оларды басқара алмайсың. Сонымен қатар маған сенімен, Аннамен және Маркпен бірге болған ұнайды. Менен сәлем айт оларға. Кездескенше күш-жігерің көмекшің болсын. Магистр Йода, мен бұл хатты 2 күн бұрын жазып қойғанмын. Не боларын кім білсін? Тағы бір нәрсе, мен смартфоннан сенің жанды ойыныңды көрдім. Ақылға сыйымсыз. Бұл тамаша болды. Мен қатты қуандым. Сен менің батырымсың. Мен өмірімде дәл бұлай қуанған емеспін. Бірнеше уақыттан кейін медбике келді де, мен сіздерге тағы бір нәрсе айтуым керек. Михаилдің тас жетім екенін көп адам біле бермейді. Сіздердің оның өмірінде орын алғандарыңыз ол үшін өте маңызды болды. Ол кейде Анна мен Карл сияқты ата-анам, Марк сияқты атам болса деп армандайтын деді. Үшеуі Михаилдің палатасына кірді. Марк абдыратқан сезімнен тез арылып алған сияқты. Карл оған таңқала қарады. Михаил бәрін дұрыс айтқан тәрізді. Біз өлім туралы жаман ойлаймыз.
Біздің қайғымыз бізге қорқыныш болып келеді. Бәлкім, өлім жарық дүниеге ашылған жол шығар, деді Марк. Хатты қолыма алғанға дейін мен ашулы едім. Михаил қайтыс болды. Енді басты рөлдің не маңызы бар? Өмір сценарийін қандай ақымақ жазады екен деп ойлағанмын, деді Карл ойланған кейіпте. Психологтар бұл жағдайды болжамды иррационалдық деп атайды деп жауап қатты Марк. Біз өмір туралы сен робот сияқтысың деп сөзін бөліп жіберді Карл. Қазір басыңа дана ойлардан басқа ештеме келіп тұрған жоқ па? Сен түкте уайымдап тұрған жоқсың ба? Мен Михаилдің қайтыс болатынын бірнеше ай бұрын білгем. Сондықтан уайымым бірнеше ай бұрын басталған. Және бірнеше уақытқа дейін одан арыла алмасым рас. Мен Михаилді өте жақсы көрдім деп жауап қатты Марк. Кешір, деді Карл, мен көңіл күйім болмағанда елді осылай ренжітетінім бар. Сен болжамды иррационалдық туралы түсіндіріп жатқан едің. Карл Марктың қатты қайғырмас үшін рационалдық ойлау туралы сөз қозғап тұрғанын болжады. Ештеңе етпейді. Болжалды иррационалдық тұжырымның астарында бір тұрмыстық даналық жасырынып жатыр. Көп адам барлығы керемет болғанда ғана бақытты бола аламын деп есептейді. Олар өмірінің барлық саласында жетістікке жеткенде ғана толыққанды табысқа ие болам деп ойлайды, деді Марк. Бұл солай ғой. Басқаша қалай табысқа жетеміз? Торттың бір ингредиенті дұрыс болмаса, тортта дұрыс шықпайды деген сөз, деді Карл. Торт туралы мысалың жақсы шықты. Алайда өмір деген иррационалдық нәрсе екенін ұмытпайық. Мүлде проблемасыз өмір сүретіндер сирек кездеседі. Егер кім өмірде барлығы керемет болғанда ғана бақытты боламын деп ойласа, ол ешқашан бақытты бола алмайды. Алайда өмірдің мәні де сол бақытқа ұмтылу емес пе? Деді Карл осындай әңгімені өрбітуге ықпал етіп отырғанына өзі таң қалды. Иә, кейбіреулер солай деп ойлайтыны рас. Бірақ мен бақытты өмір сүрем деп ұмтылған адамдардың соңында депрессияға түскенін талай көрдім. Меніңше өмірдің мәнін іздегеніміз дұрыс. Өмірімізге мән бере бастағанда, біз өзіндік санамызды көтере түсеміз. Біз ұдайы бақытты болғымыз келеді, бірақ ол қолымыздан келмей жатады. Сондықтан өзіндік сана төмендеп кетеді, өзімізді жолы болмайтын адамдардың қатарына қосамыз. Ал мен өзіндік санам көтерілген сайын өмірім бақыт пен әсемдікке толы болады деп ойласам, деді Карл таң қалып. Әрине, өзіндік санасыз бақытты да тамаша өмірге қол жеткізуіміз екіталай. Дегенмен ол жеңіл өмірге кепілдік береді деген сөз емес, ол тек өмірімізді мәнді деп түсіндірді Марк етеді. Карл әлі де болса сенімсіз еді, дегенмен бұл жерде жеңіл өмір туралы сөз болып тұрған жоқ қой. Михаилдің өлімі үлкен қайғы. Мәселе сен оның өліміне қандай баға беретініңде. Әрине, оны үлкен қайғы деп қарауыңа да болады, алайда басқа да нұсқалары бар ғой. Қазір саған түсіну қиын болып тұрған шығар, дегенмен мен бір тұжырымды айтып өткім келіп тұр. Ол маған жақсы көмектеседі. Өлім деген өмірдің бір бөлігі. Өлім мен өмірді бөліп қарай алмаймыз. Өзіндік сана бұл фактіге саналы түрде қарау керектігін айтады. Ең құрығанда өмірдің бәрі өліммен аяқталатынын мойындауымыз қажет. Алайда өлім біздің жақсы кеңесшіміз болуы мүмкін. Кеңесшіміз. Иә, біз өлетінімізді білсек, өмірімізді саналы түрде сүруге ұмтыламыз. Осылайша өмірімізге мән бере бастаймыз. Мән деп нені меңзеп тұрсың? Деп сұрады Карл. Егер бір нәрсені саналы түрде жасайтын болсақ, ол мәнге ие болады. Екінші жағынан өлімге де мән бере қарағанымыз дұрыс. Оны кеңесші ретінде көрсек, оған апат деп қараудан аулақ боламыз. Бұл жағдайда біз мынау шектеулі өмірімізге қандай мән беретініміз туралы ойлана бастаймыз. Біз дарынымызды айқындап, оған мән беруіміз керек. Мысал ретінде айтайын, Михаилдің дарыны оның қорқынышты сезінбеуі еді. Мен оған келген сайын менің өзімнің қорқыныштарым жоқ болып кететін. Бұл мен үшін өте маңызды еді. Иә, деп келісті Карл, менде де солай болған еді. Егер ол болмаса, мен ешқашан көрсетілімге келіспес едім. Мен қатты қорықтым. Бірақ мен оған уәде бердім ғой. Біраз үнсіздіктен кейін ол десе де, Михаилдің өлімі дұрыс емес сияқты. Мен өзіме үнемі неге деген сұрақ қоямын. Мен оған жауап бере алмаймын, деді Марк Карлды аяп. Мен тек сен Михаилдің емес, өзіңнің өмірін қойған сұраққа ғана жауап бере аласың дегенді айта аламын. Меніңше ол өз өмірінің сұрағына жауап бере алды деп ойлаймын. Олардың әрқайсысы өзінше қайғыға берілді. Ал өмір болса жалғасып жатқан еді. Оқиғалар бірінен кейін бірі өтіп жатты.
Карл бірінші фильміне түсті, ол өте сәтті шыққан еді. Бақта Карлдың атағы жер жарып жатты. Оның ойлануға мұршасы жоқ болатын. Анна мен Карл бірге тұра бастады. Алғашында олар үнемі Михаил туралы ойлайтын, дегенмен үй жағдайына алаңдау бұл ойларын шамалы сейілткендей болды. Бірнеше ай бойы Карл күлгін күнделігі туралы ұмытып кеткен еді. Бір күні ол бір нәрсе іздеп жатып күнделікті тауып алды. Оны оқып отырып, кәрі кемпірдің де сиқырлы жазбалардың да ұмытыла бастағанын түсінді. Ол Аннаға автотұрақтағы қызыл свитерлі әйелмен кездескені туралы және күлгін күнделік жайлы айтып берді. Әйелге қатысты, өзі сенбесе де, әйтеуір бір түсінігінің бар екенін біледі. Бұның түпсанасы көмек беру үшін елес ретінде жіберсе керек. Мұндай оқиғалар болып тұратыны белгілі. Ол Маркпен осы туралы сөйлескенде, оның да осындай жағдайды басынан кешкені белгілі болды. Өзінің әңгімесін Карл былай аяқтады, бірақ күнделік туралы тіпті не ойларымды да білмеймін. Оны көруге бола ма? Деп өтінді Анна. Әрине, Карл оған күлгін күнделікті ұсынды. Анна оған үңіліп ұзақ оқыды. Мұнда көп ақылды ойлар жазылған екен, қорытындылады ол. Сосын оның басына бір ой келді деп, сен мына фразаны басқа бетке көшіре аласың ба? Карл таңқала отырып, оның өтінішін орындады. Анна алғашқы жазуға қарады, сосын кейінгі жазбаға қарады да күліп жіберді. Басында ақырын күлген ол, кейін ішексілесі қата күлді. Карл оған таңқалып қарады. Карл, бұл сенің жазуың ғой. Әрине, оны қазір жазған жоқпын ба, түсінбеген Карл деді. Түк екі жазуды да сен жазғансың. Ол күнделікті асығыс ақтара бастады. Барлығы сенің жазуың. Барлығын өзің жазғансың. Карл Аннаның айтқанын енді түсіне бастағандай. Бірақ қалай болғанын түсіне алар емес. Көп нәрсе оған да, оның құрбысына да түсініксіз еді. Бірақ мына ойдың бәрі бұның ойына қайдан келуі мүмкін екенін түсіне алар емес. Соңында олар бұған 100% түсініктеме жоқ деген қорытындыға келді. Кейде адамдарға шын мәнінде көмек қажет болғанда ғажайыптардың болатыны аян. Бұл жерде сиқыр туралы емес, ешкім түсіндіріп бере алмайтын жағдайлар туралы айтылып отыр. Карл мен Марк бір-біріне бұрыннан да жақын бола түсті. Карл өзінің егде досын әкесіндей көре бастады. Олар жиі кездесіп тұрды. Марк бұрынғы ұстаз рөлінен бас тарта бастады. Олар шынайы дос еді. Марк бұрынғыдай Карлге хабарлама жіберетін, ал Карл болса оны күлгін күнделігіне жазып қоятын еді. Бірде ол мынадай жазуды оқыды. Бір кездері сен жағдайым тым нашар, оны өзгерте алмаймын деп ойлап па едің. Ал бүгінде сен ризасың, өйткені сен өз-өзіңді мақтан тұтасың. Карл жымиып, басын изеді. Ол осыншама өзгерем деп ойламапты да, ол армандаған әйелімен өмір сүріп жатыр. Олар бір-бірін риясыз сүйеді. Оның өзі армандаған керемет жұмысы және кез келген уақытта маңызды сұрақтарды талқылай алатын Марк сияқты тамаша достары бар. Уақыт өткен сайын маңызды сұрақтарда таусылмайды екен. Сондықтан да дана досы оған жіберілген үлкен сый еді. Оны ми деп босқа атамаса керек. Карл сонымен қатар Марктың жүрегі миынан да үлкен екеніне сенімді еді. Ол Маркке қызыл свитерлі кемпір жайлы айтып берді. Бұған дейін оны ешкім және ешқашан көрмеген. Қателесесің, көп жылдар бұрын мен де оны кездестіргенмін. Менің сол кезден бері келе жатқан күнделігім де бар. Сол кезден бері өзімді күнделіксіз тіпті елестете де алмаймын. Менің таным күнделігім бар, мен онда барлық білген түйгенімді жазып жүремін. Табыс күнделігім де бар. Біз бір-бірімізге қатты ұқсаймыз, деді Карл, бірақ алғашында мен сені өте ақылды деп ойладым, тіпті екеумізге ортақ не болуы мүмкін деп ойлаушы едім. Ортақ нәрсеміз көп. Мысалы, біз екеуміз де сезімталмыз. Кейде тым сезімтал болып кетем бе деп ойлаймын. Бұған басқаша қара. Сенің басқа адамдарға қарағанда антенналарың көп. Сондықтан да сен осындай тамаша актерсің. Мен де сезімталмын. Бірақ менде ол басқаша көрінеді. Мен нашар актер болуым мүмкін, бірақ мен жақсы ғалыммын. Менің антенналарым қандай ғылыми жұмыстарға мән беру керек екенін және одан қандай пайда табуға болатынын айтып отырады. Мен мұны өзімде түсіндіре алмаймын. Ол үшін Анна бар емес пе? Деп күліп жіберді Карл. Дұрыс, бұл өте маңызды. Біз үшеуміз бір-бірімізді керемет толықтырамыз. Мен екеуіңді де жақсы көремін.
Карл қуанып кетті. Ол ойлана, сенімен кездеспегенде мен не істер едім? Мен кездейсоқтыққа сенбеймін. Біз кездестік қой. Сенің танысу тәсілің ерекше болды. Марк әлгі жол апатын еске түсірді. Дегенмен сен кездеспесек не болар еді деп сұрадың ғой. Мүмкін сен дана ойлар мен ақылды пікірлер іздеп Instagramға кірер ме едің? Сосын оларды айтқан адамдарды іздей бастар едің. Сосын олардың YouTube каналы мен әлеуметтік желідегі парақшаларына жазылар едің. Оның семинарлары мен дәрістеріне қатыса бастар едің. Сонан соң оның өзімен танысар едің. Меніңше біз дамуымызға ықпал ететін қажетті адамымызбен танысып, онымен араласа аламыз. Тек қарым-қатынастың бір жақты болмайтынын түсінуіміз керек. Бір нәрсе алу үшін біз алдымен бір нәрсе беруіміз керек. Мен саған не бере алдым? Сен маған бір көргеннен ұнадың, сенімен сөйлескен маған ұнайды, мұның өзі үлкен сый. Оның үстіне сен менің өмірімді құтқардың, ұмытып қалғанмысың. Карл оны шынымен де ұмытып кеткен еді. Ол бұл таныстықтан Марктен гөрі өзінің алары көп деп ойлайтын еді. Иә, ол Марктың өмірін құтқарды, ал мұны майда шүйде деп айта алмас еді. Марк сөзін жалғастырды. Бүгінде байлық пен кедейліктің арасы тым алшақ және ол күннен күнге өсуде дегенді жиі естиміз. Онсыз да солай емес пе? Солай ғой. Бірақ ешкім ол айырмашылықтың мәні неде және оның қандай маңызы бар деп сұрамайды. Мен мынаны айтар едім, байлық пен кедейлік арасындағы айырмашылық тек салдар ғана, себебі өзіндік санада. Кей адамдар өмір бойы өзіне өзі, менің қолымнан келмейді, мен бұған лайық емеспін дегенді мантра сияқты қайталай береді. Бұл адамдар қошқыл түсті ағашқа құлақ түретіндер. Олар өздерін жақсы көрмейді және мақтан тұтпайды, сондықтан да көп нәрсеге батылы бара бермейді, оларды қорқыныш билеп алады. Дегенмен менің қолымнан келеді. Мен лайықтымын. Мен кім екенімді білемін дейтін адамдар да бар. Олар махаббат жолын таңдайды. Олардың алдында барлық есік ашық. Мен үнемі бай мен кедейдің айырмашылығы білімінде деп ойлайтынмын. Кейбіреулер өмір бойы оқиды, енді біреулер оқымайды деді Карл. Бұл да тек салдары, себебі емес. Егер адамның өзіндік санасы болса, оған оқып не керек? Ол өзі үшін оқудың ешқандай маңызы жоқ. Ол ештемені өзгерте алмайды деп шешіп қойған жоқ па? Сондай-ақ ол ештеңе түсінбеймін деп қорқады да, өзіне ләззат сыйлайтын істермен айналысады. Өмірден ләззат алғанның несі жаман? Деп таңданды Карл. Бір текті ләззаттан тұратын өмір бос. Оны толтыру үшін құмарлық керек. Өзіндік сана бізге шын мәнінде не ұнайтынын ұғынуға көмектеседі. Ал сүйікті ісіңмен айналысқанда ғана сен кім екеніңді түсінесің. Карл айтылған сөздерді түсіну үшін үнсіз қалды. Соңында ол, мен соңғы айларда көп жаңалық аштым өзіме. Сен басында дұрыс айтыпсың, өзіндік санасыз бақытты да толыққанды өмір сүру мүмкін емес. Қолымнан келеді деп ойласаң, ойың дұрыс. Бұл қолымнан келмейді деп ойласаң, ол ойыңда дұрыс деп Марк бір даналықты қайталады. Өйткені тартылыс заңына сәйкес сенің ойыңның дұрыстығын дәлелдеу үшін сенің ойларың жүзеге асады. Карл құптап басын изеді де, есіңде ме, сен басында менен өзіңе ұнайсың ба және өзіңді мақтан тұтасың ба деп сұраған едің. Сол кезде бұл сұрақтар менің ашуыма тиген еді. Дегенмен бүгін мен, мен өзіме ұнаймын және мақтан тұтамын деп барынша сеніммен айта аламын. Марк күлімсіреп, шын жүректен оны құттықтады. Ал сен өзіңе ұнайсың ба? Деп сұрады Карл өзінің тәжірибелі досынан. Әрине, мен өзіндік сана саласындағы әлем мойындаған сарапшы емеспін бе деп күлді Марк. Өзіңнің көптеген дарынды қабілеттеріңнің ішінен қайсысын мақтан тұтасың? Егер адамдар маған кездеспегенде, ешқашан жасай алмайтын нәрселерді жасауға итермелейтін қасиетім бар менің. Дәл солай, ондай қасиетің бар. Дегенмен сен өзіңді әлем мойындаған сарапшы деп таныстырғанда, сені өзімшіл біреуме деп ойлап қалғанмын. Өзімшілдік өзіндік санасы дамымаған адамдарда болады. Менмендіктің артында қорқыныш жатыр. Менмендік өзіндік сананың қарам-қарсы жағы. Мен мынадай маңызды нәрселерді ұқтым. Адамдарға иіліп көмек көрсету қиын болмас үшін тым асқақтап кетпе. Өзіңді үйреткен адамды ұмытатындай ақылды болып кетпе. Жеңілістің не екенін ұмытып қалатындай ұлы жеңістерге ұмтылма. Карл өзіне ұнаған бұл сөздерді дәптеріне жазып алды. Ол да өзімшілдікке берілмей өзіндік санасын көтергісі келді. Келесі айлар Карл мен Анна үшін зулап өтіп жатты. Олар бір-бірінен ләззат алып, отбасылық өмірлерін кешіп жатты.
Бұрынғыдай олар дәстүрге айналған жоралғыларын жасап, оның нәтижесінде көріп жатты. Карл өз мінезіндегі сабырлылықты байқады. Енді оны ешкім оңайлықпен ашуландыра алмас еді. Карл бұрынғыдай сезімтал болатын, сондай-ақ кейде оның бойын қорқыныш билейтіні де рас еді. Алайда онымен бірге өз-өзіне деген сенімділік те артып келе жатқан болатын. Карлдың өз өмірін басқара бастағанына көзі жете бастады. Және ол жалғыз емес еді. Оның қасында керемет жары және досы Марк бар болатын. Бұл сезім оған тыныштық сыйлады. Анна мен Карл үйленді. Олар өздері армандаған теңіз жағалауына саяхатқа кетті. Тілектері бір жерден шыққанына одан сайын қуанды. Саяхаттары керемет болды. Олар бір-бірін шексіз махаббатқа бөледі. Бір күні романтикалық кеште Карл, бәрі керемет. Менің өмірім сенімен түрлене түсті. Басқа не тілеуге болатынын тіпті білмеймін деді. Иә, бәрі керемет деді Анна оған үзіле қарап. Карл оның жүзінен бір айтылмаған ойды ұқты. Бірақ Анна үнсіз қалды. Карл оған құрметпен қарады да сұрақтың астын алмады. Әйтсе де, оның ойынан өмірімізді түрлендіре түсу үшін тағы не істеуге болады деген сұрақ кетпей қойды. Ол көп ойланса да ешқандай жауап келмеді басына. Келесі күні жағалауда отырғанда, олар екі кішкентай баласы бар ерлі-зайыптыларға назар аударды. Төртеуі бір-бірімен шуылдап, ойнап жатқан еді. Сонда ғана Карл түсінді, не деген есекпін, біз бала туралы ешқашан сөйлеспеппіз ғой. Жұбайының балаларға қарап отырғанына қарап, оның тағы бір арманы бар екенін түсінді. Карл жалғыз серуендеуге кетті. Ол Аннаға мұны маңызды бір шешім қабылдау керекпін деп түсіндірді. Пальманың астына жайғасқан ол өзімен тастамай алып жүретін Михаилдің хатын қолына алды. Ол ойша өзінің кішкентай досына, саған ол жақ ұнап жатқан болар деп үміттенемін. Мен сенің галактикалық құрамада ойнап жүргеніңе сенімдімін деді. Оның көзі бір фразаға түсіп кетті. Мен ұзақ ойнайтын боламын, сонан соң мен қайтып ораламын. Сол кеште Карл керемет романтикалық кешкі ас ұйымдастырды. Ол өмірдің кереметі таусылмайтынына Аннаның көзін жеткізгісі келді. Кешкі астан соң ол, мен бүгін Михаил туралы көп ойладым. Сен армандардың орындалатынына сенесің бе? Деді. Әрине, қазір оны басымыздан кешіп жатқан жоқпыз ба деді Анна, егер адам өлсе қайтып оралатынына сенесің бе? Қалай екенін білмесем де сенемін. Менің бір идеям бар. Мен позитивті жоралғыларға сенемін. Қандай жоралғылар? Деп сұрады Анна. Бір ерекше жоралғы бар деп Карл Аннаға үздіге қарады. Анна оның жүзіне ұзақ қарады да бәрін түсінді. Менің қолымнан келеді деп сыбырлады Карл. Эпилог. 9 айдан кейін Анна маңдайы торсықтай ұл босанды. Олар оны Михаил деп атады. Ұлы туғаннан бірнеше күннен кейін Карл оған футбол добын сыйлады. Марк Михаилдің кіндік әкесі атанды. Бірнеше аптадан кейін Марк оларды өзінің сатып алған жаңа үйіне шақырды. Анна мен Карлға үй қатты ұнады. Сол кезде Марк, кейде осында қонаққа шақырып тұрсаңдар қуанышты болар едім деді. Анна мен Карлға түсіну үшін бірнеше минут қажет болды. Марк оларға үй сыйлап тұрғаннан сау ма? Олар қарсыласып көріп еді. Алайда Марк, мен бұл үйді сатып алып жатқанда не үшін сатып алғанымды білмедім. Енді біліп тұрмын, ол сендерге лайықты. Бақта бірнеше кішкентай футбол қақпалары орнатылған. Кім білсін, ол осы кезде өзінің кішкентай кіндік баласына сүйсіне қарады да, меніңше, мына жігіттен керемет футболшы шығатын сияқты деді. Карл Маркты құшақтай алды. Ол өзінің әкесін құшақтап тұрғандай сезімде еді. Анна мен Карл Михаилдің бөлмесіне ақшыл түсті ағаштың суретін іліп қойды. Олар бұл ағаштың Михаилмен сөйлесіп тұратынын білді. Олар ұлына түрлі түсті күнделік арнады да, оған оның керемет сәттерін жазып отырды. Ұлдары менің қолымнан келет дегенді ұғып өсуі керек еді. Карл өзінің жұлдыз екенін мойындай бермейтін. Ол өзін жақсы әртістік қабілеті бар қарапайым адамын деп ойлайтын. Марк оған оны былай түсіндірді, жұлдыздар да қарапайым адамдар. Бірақ олар өздері ұнататын және қолдарынан жақсы келетін іспен айналысады. Сонан соң олар өзінің сүйікті ісімен айналысу үшін өзіндік санасын көтереді. Карл енді менің қолымнан келеме, мен лайықпын ба, мен кіммін деген 3 сұраққа жауап таппаса, өмірі мүлде басқаша болатынын анық түсінді. Бұл үдерістің ешқашан тоқтамайтынын да түсінді.
Ол кітап жазам деп шешеді, өйткені осы 3 сұраққа жауап іздегендер мен тамаша өмірге лайықтымын дегенді білгенін қалады. Ол менің қолымнан келеді деген сөзбен айтып жеткізе алмайтын ерекше сезімді көптеген адам сезінгенін қалады. Достар, аудио пішімде тыңдағыңыз келетін басқа кітаптарды жазыңыз. Лайкіңіз бен түсініктемелеріңіз үшін рахмет. Егер әлі жасамасаңыз, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Сізге жақсылық тілейміз.